Сіздер біздің жазбаларымызға белсенді түрде пікір қалдырасыздар. Біз қуаныштымыз және жауап беруге дайынбыз. Асылбек Жаннұр есімді оқырманымыздан сұрақ түсіпті. Колледждерге биыл грант көп бөлінген екен, бірақ студенттер қандай жағдайда оқып жатыр? Колледждердің материалдық техникалық базасы қандай жағдайда? Сұрағыңызға рахмет, Жаннұр. Иә, дұрыс айтасыз. Еліміздің биылғы жылы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына жалпы 180 мыңнан астам талапкер қабылданып, оның ішінде 120 мыңнан астам талапкер мемлекеттік гранттарға ие болды. Қазіргі таңда еліміздің техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының кадрлар даярлаудағы әлеуеті жоғары, мемлекет тарапынан сапалы кадрлар даярлау бойынша қолдау көрсетіліп жатыр. Президенттің тапсырмасына сәйкес жас маман жобасы аясында еліміздің 180 колледжі заманауи жабдықтармен жабдықталып отыр. Бұл жабдықтар жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес жабдықталып отыр. Осы жас маман жобасы аясында еңбек нарығындағы 100 сұранысқа ие мамандықтар бойынша халықаралық тәжірибені енгізуді көздеп отыр. Жалпы жас маман жобасы аясында 2000 педагог пен колледж басшылары біліктілік арттыру курстарынан өтті. Сонымен қатар қазіргі таңда осы 180 колледж базасында 30 мыңнан астам студент жаңа бағдарламалар бойынша білім алуда. Сонымен қатар сапалы білімді ұлттық жобасы аясында 20 құзыреттілік орталығын құруды жоспарлап отырмыз. Жалпы осы жас маман жобасы колледждердің жаңа деңгейге шығуына мүмкіндік берді. Атап айтсақ, осы 30 колледж базасында World Skill чемпионаттары өтіп, осы колледждер базасында жаттығу лагерлері құрылып отыр.